Қазақстандық 3 боксшы ертең Париж Олимпиадасының жолдамаларын сарапқа салатын болады. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Мінекей Бангкоктағы Олимпиада ойындарының жолдамасын сарапқа салып жатқан лицензиялық турнирдің 9-шы күні өз мәресіне жетті. Бүгінгі күннің толықтай нәтижесін сіздердің назарларыңызға сұнамын. Алғашқы болып шашаланға көтерілген таңертеңгі сессияда 75 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Азия және әлем чемпионы Валентина Хальзова моңғолиялық Эрдинетуе Энгбатардан басым түсті. Төрешілердің берген есебі 5-0. Хальзова осымен осы турнир барысында өзінің екінші кездесуінде жеңіспен аяқтауда. Одан кейін шашаланға көтерілген 50 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін қазақ боксының тұңғыш және жалғыз екі дүркін әлем чемпионы Назым Қызайбай турнир барысындағы 3-ші айналым, яғни 3-ші кездесуінде британдық Саванна Стоублейден 5-0 есебімен басым түсті. Одан кейін 63,5 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы бұл турнир барысындағы өзінің 5-ші кездесуін өткізді. Мұхаммед Сабырға қарсы колумбиялық бұрындары 67 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Хосе Мануэль Виафар қарсылас атанды. Жекпе-жек өте тартысты өтті. Жекпе-жек барысында қарсыласынан қарағанда біздің отандасымыздың жеңіске деген жігерлігі басымырақ екені көзге көрініп тұрды. Намысты қолдан бермей 3-ші раундта жеңісті жұлып алды десек те болады. Төрешілердің берген есебі 3-2. Ертең Мұхаммед Сабыр үшін турнир барысындағы 6-ші кездесу Молдавия боксшысы Александр Прасчевке қарсы өткізеді. Бұл жекпе-жекте жеңіске жеткен жағдайда Париж Олимпиадасының жолдамасына ие болады. Ертең жалпы жарыс барысының соңғы күні. Валентина Хальзова да Олимпиада жолдамасы үшін колумбиялық Ороско Шерлейдзге қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Ал Назым Қызайбай өзінің 4-ші кездесуінде солтүстік кореялық Канг Су Хвангке қарсы шешуші кездесуге көтеріледі. Ертең қазақстандықтар үшін, жалпы команда үшін өте жауапты күн десем де болады. Құрметті жанкүйерлер, ертең нағыз тақымдарымызды қысатын сәт. Боксшыларымыздың тілеуін тілеп, қазақ боксына жеңіс тілеп қойыңыздар. Алла қаласа, ертең шашаланға көтерілетін 3 боксшымызды Париж Олимпиадасының жолдамасын иеленсе екен деген тілегіміз бар. Қазақ бокс жасасын. Баршаңызға сәттілік.